Жария болған құпия құжат Қытай Коммунистік партиясының бет-бейнесін ашты. Өткен сенбіде Нью-Йорк Таймс басылымы Қытай Коммунистік партиясының бір қатар құпия құжаттарын жария етті. Бұл құжаттар Шыңжаң мәселесін, ондағы аз санды ұлттарға көрсетілген қысымның Қытай басшысы Ши Цзиньпиннің нұсқауымен болғанын дәлелдейді. Қытай Коммунистік партиясының 400 беттен асатын құпия құжаттары Шыңжаңдағы қазақ, ұйғыр және басқа аз санды ұлттарға көрсетілген қысымның негізі деуге де болады. Онда аз санды ұлт өкілдерін ұлттық діндік сенімдерінен ажырату үшін білім беру орталықтары деп аталатын лагерлерге қамау және басқа да әрекеттер толығымен егжей-тегжейлі көрсетіледі. Тіпті лагерлерге қамалған ата-аналардың ішкі Қытайдағы немесе шетелде оқып жатқан балаларына қалай түсіндіру керектігіне дейін көрсетілген. Анығында Нью-Йорк Таймс басылымы Қытай Коммунистік партиясының 403 бет ішкі құжатының қолға түсірген. Бұл Қытай Қызыл партиясының соңғы 10 жылдықтарындағы ең үлкен жоғалтуы деуге болады. Бұл құжаттар Қытай билік партиясының шын бейнесін әлем алдында ашып тастады десе де болады. Аталған басылым хабарында бұл құжаттар Қытайдан сыртқы әлем үшін 3 жыл бұрын басталған және қазірде Шыңжаңда болып жатқан жағдайлардың шын мәнін түсінуге мүмкіндік береді деген. Аталған құжаттар Қытай Коммунистік партиясының Шыңжаңға бағыттаған қысымының жұрт мойнынан да ауыр екенін түсіндіреді. Әрі Бейжің билігінің Маузудың дәуірінен бері Шыңжаңды қандай қысым астында ұстап келгенін көрсетеді. Қазақ Таймс сайтынан алынды.